оқушылар, бүгінгі тәрбие сабағымыздың тақырыбы сыбайластық жемқорлыққа жол жоқ. Сабағымыздың мақсаты сыбайлас жемқорлық деген ұғымды түсіндіру және пайда болу жағдайларын жайлы түсінік қалыптастыру. Екінші, өз көзқарасын білдіріп, дүние танымдарын кеңейту, өз ойларын еркін жеткізе білуге сіздерді тәрбиелеу. Үшіншіден, өзіміз мемлекетке жауапкершілік көзқараспен қарау. Орташа есеппен 2000-нан астам жемқорлыққа қатысты қылмыстық іс тіркеледі. 1000-нан аса адам жауапқа тартылады. Бұл батпандап кіріп мысқылдап шығатын кесел. Осы ауруды қазір шұғыл түрде емдемесек ертең кеш болуы мүмкін. Қоғамда жемқорлыққа мүлдем төзбеушілік қалыптасуы шарт. Барлық мемлекеттік органдар осы бағытта жұмыс істеуі керек. Қасым-Жомарт Тоқаев. Сыбайлас жемқорлық қоғам дерті. Мұны бүгінде нақты деректерден байқауға болады. Мәселен, былтырғы жылы Жамбыл облысының өзінде мемлекеттік бюджетке келтірілген залал көлемі 1,2 миллиард теңге.